Жалпы әлемдік шоу бизнесті алып қарасаңыз, ол әрқашанда қайталаудан тұрады. Ілуде біреу ғана жаңа ағымдар жасайды. Оның бәрі неден туады? Мысалға, Англияда Spice Girls тобы шығатын болса, 5 қыз болып ең алғаш рет оны бір продюсер ойлап тапты да, формат ретінде. 5 қыз шыққаннан кейін, 1-2 жылдан кейін Мәскеуде Блестящий деген сондай қыздар пайда болады. 1-2 жылдан кейін бізде Рахат Лукум, жаңағы Дауыс Интернешнл немесе жаңағындай топтар пайда болады. Кешью, бәрі сол формат, сол Spice Girl'дің форматындағы. Айырмашылығы қазақша айтуы. Әйтпесе сол би, сол ән, сол киім. Ол бір формат. Немесе Backstreet Boys деген жаңағы 5 қыздан кейін 5 ұлдан тұратын Backstreet Boys пайда болды. Одан кейін Мәскеуде премьер-министр сияқты топтар пайда болды. Бізде жаңа Ринго сияқты топтар пайда болды. Оның бәрі әлемнің кәдімгі әлемге тән сатылатын, яғни альбомы дұрыс сатылып жатқан, сұранысқа ие болып жатқан топтарды қайталау, ол әлемдік қайталау, әлемдік процесс жалпы шоу бизнестегі. Ол кәдімгі қарапайым солай болу керек дүниелерді. Ал оның ішінде Spice Girls біз неге қайталаймыз? Өйткені ол бірден модный топ болды да. Бірденнен оны бәріміз қарап қалдық. Оның альбомдарын сатып алуға бәріміз құлықты болдық. Оның концертіне бару, телевизордан көруге құлықты болдық. Содан олар көбейе бастады. Сол сияқты 5-тен 3-тен тұратын топтарда көбейе бастады. Оның бәрі әлемдік қайталау. Онда бір алып баратқан ешқандай бір жаңалық жоқ. Қайталау әрқашан оңай. Солай емес пе? Бүгінгі таңда мысалға қалай деп айтайық, бір белгілі бір ішетін су сатылып жатса, басқа тура сондай су, бірақ аты басқа суларды шығару қиын емес қой. Сол сияқты әлемдік қайталау деген қайталау әрқашанда оңай. Оған сәл-сәл өзіңдікін қосып, қазақтың тілін қазақша айтып қоясың, бірақ формат сол формат. Сондықтан бұндай форматтардың ішінде әлемдік бизнесте, шоу бизнесте бірін-бірі қайталау деген ол кәдімгі солай болу керек сияқты процесс. Ал оның арасынан басқа форматтар, ұлтыңа қызмет жасайтын форматтар қалыптастыру, домбыраңа қызмет жасайтын, өзің мәдениетіңе қызмет жасайтын форматтар қалыптастыру, одан 100 есе күрделі. Сондықтан әркім өзіндік форматтар жасай қоймайды, әркім сол форматты қайталағанын жақсы көреді, өйткені қайталау оңай, және ол тексерілген жобаларда, тексерілген, олар сатылымға түскен, жақсы ақшалар әкелетін болғаннан кейін біз оны қайталаймыз. Ал Ұлытау сияқты топтар жасау, ол өте күрделі. Күрделі өйткені оның аналығы жоқ. Оны қайталау бір жерден алу үшін, оның алдында Ұлытау сияқты топтар болған емес. Оны рокпен байланыстыру, оны форматтау, оның өзіне кәдімгідей көп уақыт кетеді. Оның ертең сатылымға ие болатын, болмайтын ешкім саған болжап айта алмайды. Сен оған бәленбай қаржы мен бәленбай күш, бәленбай интеллект салуың керек. Кәдімгідей ғылыми ізденіспен келетін дүние. Өйткені күйді рокқа бағындыру өте қиын. Ол асау адайдың күйі анау-мынау форматыңа бағынғысы келмейді, барабаныңа да бағынғысы келмейді. Біздің күйлер ол қазақтың мінезіне тән, кең далада шапқылап жүрген аттардың дыбысын қайталайтын бір өзіне ғана тән. Бір жағынан күй ол камералық музыка. Жалпы домбыра камералық аспап. Ол ешқашан стадионға арналмаған. Ол ешқашан мына үлкен площадьта өтіп жатқан үлкен концерттерге бағышталмаған дүниелер. Бірақ оны біз бағыштауымыз керек. Неге? Өйткені біздің жанымызда, сезімімізде жалпы жан дүниеміздің бәрі ол домбыраның үнімен, біздің Құрманғазының күйлерімен тығыз байланысты. Біз оны сырт қалдыра алмаймыз. Қалдырсақ қаңғырып кетеміз ертең.